Сәлем достар, бүгін сіздермен семіздік май басу туралы ақпаратпен бөлісемін. Біздің парақшамызға тіркеліп лайк басыңыз. Семіздік туралы ғаламторда ақпарат өте көп. Сол ақпараттың бірімен бөлісемін. Негізі семіздік бір күнде келмейді. Ол секундтар мен минуттар, сағаттар, күндер, апталар, айлар, жылдар бойы денемізде ақырындап жинала бастайды. Семіздік ол май басу. Ағзада артық майдың жиналуы, тері асты клетчаткасын, шарбыны, тағы да басқа тіндер мен органдардың май басуы. Мұндай жағдайда майдың пайда болу процесі оның ыдырауына қарағанда жылдам жүреді. Көбінесе семіздік үнемі артық тамақ ішкеннен болады. Бұл жерде қабылдайтын тағамның мөлшері мен калориясынан гөрі адамның атқаратын жұмысына байланысты. Ой еңбегі не дене еңбегі. Тағамды организмнің қалай сіңіретіні үлкен рөл атқарады. Сондай-ақ семіздікке дұрыс тамақтанбау, тәуліктік рационда сіңімді көмірсулар, қант, кондитерлік тәтті тағамдар мен мал майлары, сары май, майлы ет мөлшерден тыс көп болуы және организмнің тұқым қуалаушылық дене бітімдік ерекшелігі де белгілі бір дәрежеде себеп болады. Маскүнемдік ішімдіктерді үнемі ішуде семіздікке әкеледі. Себебі олардың калориясы жоғары. Ал оны ішкен кезде адамның тамаққа тәбеті ашылады. Кей жағдайда семіздік ішкі секреция органдарының ауруларымен де байланысты. Семіздіктің 4 сатысы бар. Бірінші сатыда адамның салмағы әдеттегі қалпына 29%-дан артық, екіншісінде 50%, үшіншісінде 100%-ға, төртіншісінде 100%-дан да асып кетеді. Жағдайда организмнің заты алмасуының бұзылуы және сүйек пен буынға салмақ түсуінің өсуі қимыл аппараттарының өзгерістері тудырады. Тіпті семіру, тыныс алу және жүрек қан тамыр жүйелерінде де өзгерістер туғызып, өкпе мен жүрек қызметін әлсіретеді. Артық салмақ диабетінің, гипертония ауруларының, стенокардия мен миокард инфарктінің, тас баулану аурулардың пайда болуына әсер етеді. Диета сақтау, май, көмір, су және калориясы аз, бірақ белогі мен витаминдері мол тағамдарды ішу керек. Егердің кеңесімен диета ұстау, белгілеу, суға шомылу, массаж жасату, спортпен шұғылдану қажет. Шипажай санаторийлерінде емделу де пайдалы. Мен ақпарат бөліскен адам анықтағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.